Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге өте дәмді ет қосылған құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдымен құймақты дайындаймыз. 2 жұмыртқаны жарып, үстінен 3 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, барлығын жақсылап біркелкі араластырып, үстінен 700 мг сүтті құйып жақсылап араластырамыз. Алдымен ұнның үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Түйіршік қалмас үшін массамызды араластырып тұрып, үстінен ұнды аз-аздан саламыз. Жарты пиала сұйық майды құйып, массамызды жақсылап араластырамыз. Массамыз қою немесе сұйық болмауы керек, орташа болу керек. Қатты қызып тұрған табаға ожауды толтырмай құйып, қызартып, екі бетін пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Құймағымыз дайын болды, енді салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға кішкене сары майды салып, ертіп аламыз, сосын үстінен фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша тауықтың етін немесе қозы құйрық сол сияқты қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Фаршты сәл қуырып алғаннан кейін үстінен пияз және чеснок, сосын дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырып, 10-15 минуттай астын жай отта қойып пісіріп аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді құймақтың арасына осылай 1-2 қасық салманы салып, үстінен сырды салып, әдемілеп күтеп шығамыз. Және де дәл осы рецептпен ортасына фрукты салсаңыздар болады, дәмі өте керемет болады. Қызып тұрған табаға салып, бетін жауып, жай отта 5 минутқа ысытып аламыз. Ет қосылған құймағымыз дайын болды, өте дәмді ас болсын.